Бәріне сәлем. Бүгін донерна баяға шолу жасаймын. Бір жігіттің жеп жатқанына қызығып кетіп, аппетитім ашылып кетті. Мәзірінде 3 түрлі донер, күйеуіме говяжий, өзіме ассорти тапсырыс бердім. Сыртында жазғаланы, іші онша үлкен емес, бірақ өте жағымды, әдемі екен. Десерттерінде көрейін. Медовик немесе молочная девочка. Донерді жасалу жолы қандай? Бірінші фри, пияз, соленый қияр, үстінен соус құйып, етін салады. Айтпақшы, бұл менің заказым емес, басқа біреуге дайындап жатқанын түсіріп алдым. Ал менікі 15 минуттан кейін дайын болды. Донердің жанына бұрыш және ақ соустарын қосып береді екен. Және десертке қасық. Стандарт донер мен полтора донердің айырмашылығы осындай. Күйеуіме тезірек берейін, мені жеп қоятындай қарап отыр. Қаланың төменгі жағынан жоғарғы жағына келуге стоит екен. Қазір айтамын. Перчик қолданбаймын, бірақ соусты көргім келіп тұр. Менің білуімше чесночный соус. Осы соуспен тема кетеді екен. Мағаны жұқа қытырлақ лаваш. Маған ұнап, тоқтай алмай кеттім. Ішіндегі фри, ет бір-біріне үйлесіп күшті болып тұр. Кока-коляны запивать еттім. Ал енді десерттерін көрейік. Менде молочная девочка, бағасы 490 теңге. Осы басқа донеркаларда десерт қоймайды. Негізі донерден кейін десерт жеу күшті тема екен. Және сыйлыққа қара шай жасап береді. Қантын салып араластырып ішеміз. Күйеуіме донер ұнады, енді бірге келіп тұрамыз. Түнгі 2-ге дейін істейді. Мекен-жайы Абай достық қиылысы. МФ-ге қарама-қарсы орналасқан. Ол маған ас болсын.